Сұлтан мен оның әйелдері жөніндегі оқиға. Сұлтан 4 әйелге үйленіпті. Соның ішінде бәрінен де 4-ші әйелді ең жас, ең сүйіктіні өте қатты сүйіпті. Сұлтан оған қымбат киімдер, құнды заттар сыйлайтын, оны мәпелейтін, ардақтайтын. Ол өзінің 3-ші әйелін мүлтіксіз, таза, сұлуды да сүйді. Басқа елдерге барғанда сұлулығын көрсету үшін өзімен бірге әр қашан алып жүретін. Және бір күні өзін тастап, басқа біреумен қашып кетеді деп те қорқып жүретін. Сұлтан өзінің айлакер, қу және әзәзілдікке шебер 2-ші әйелін де сүйетін. Ол оның сенімді өкілі болатын, қашан да ақылды, мейірімді және шыдамды еді. Сұлтанда проблема пайда болған кезде ол 2-ші әйеліне сүйенетін және ол күйеуінің қиын жағдайдан шығуына, ауыр кезеңнен аман өтуіне көмектесетін. 1-ші әйел егде жаста еді және ол бұған үлкен ағасынан мұралыққа қалған болатын. Әйел күйеуіне өте адал болатын және сұлтанның өзінің де, оның бүкіл елінің де байлығының молайып сақталу үшін қолынан келгенін бәрін істеген еді. Соған қарамастан сұлтан өзінің 1-ші әйелін сүймейтін. Тіпті оның бұны жан-тәнмен сүйгені де сұлтанға әсер етпейтін. Бірде сұлтан ауырып қалды. Ол сонда өзінің салтанатқа толы өмірін шола отырып ойланды. Менің қазір 4 әйелім бар. Бірақ мен өле қалсам, жападан жалғыз болам. Сөйтті де өзінің 4-ші әйелінен сұрады. Мен сені бәрінен артық сүйдім. Саған ең жақсының бәрін бердім. Сені өзгеше ықыласпен аяладым. Мен өлейін деп жатқанда, сен менімен бірге өлілердің мекеніне аттанар ма едің? Оны тіпті ойламада, деп басқа бір сөз айтпастан 4-ші әйел кетіп қалды. Оның сөздері ер адамның жүрегіне қанжардай болып қадалды. Көңілі жүдеген сұлтан өзінің 3-ші әйелінен сұрады. Мен өмір бойы саған сүйсінумен өттім. Қазір мен өлгенде сен көлеңкелер патшалығына менімен бірге барар ма едің? Жоқ, деп жауап берді 3-ші әйел. Өмір сондай тамаша, сен өлген кезде мен күйеуге тием деп ойлаймын. Сұлтан мұңға батты. Оның жүрегі ешқашан бұлай ауырып көрген жоқ еді. Сонда ол өзінің 2-ші әйелінен сұрады. Мен әрдайым сенен көмек сұрадым. Және сен әрқашан маған көмектестің. Әрі менің ең жақсы кеңесшім болдың. Қазір мен өлгенде әміршінің алдында рақым сұрап, жалынып, күңіренген бос көлеңкелердің мекеніне сен менің артымнан барар ма едің? Өте өкінішті. Бұл жолы саған көмектесе алмаймын, деді 2-ші әйел. Қолымнан бар келері сені арулап, жерлеу ғана. Оның жауабы сұлтанға 1000 сан найзағай болып қадалды. Сол сәтте мен сенімен барамын, сен қайда барсаң, сонда аяғына дейін боламын, деген дауысты естіді. Сұлтан дауыс шыққан жаққа қарады да, азған қайғыдан қажыған адам танымастай болған өзінің 1-ші әйелін көрді. Таң қалған сұлтан былай деді. Шамам болған кезде саған мұқият болуым керек еді. Біздің әрқайсымызда 4 әйел бар. Біздің 4-ші әйеліміз бұл біздің денеміз. Қанша жақсы болып көрінгіміз келіп, қанша күш пен уақытты сарп етсек те, біз өлгенде ол бәрібір бізді тастап кетеді. Біздің 3-ші әйеліміз бұл біздің карьерамыз, дәрежеміз, ақшамыз, байлығымыз, әлеуметтік жағдайымыз. Біз өлгенде ол біреулерге бұйырады. Біздің 2-ші әйеліміз бұл біздің жанұямыз, ағайындарымыз. Олар бұл өмірде қанша көмектессе де, олардың қолдарынан бар келетіні
бізді молаға дейін шығарып салу. Біздің бірінші әйеліміз, бұл біздің жанымыз. Біз бақ, билік, байлық, рахаттың соңында жүріп, оған мән бермейміз. Соған қарамастан біз қайда барсақ та, бізбен бірге жүретін жалғыз нәрсе жан. Оған мейірім ықыласымызды салып қорғасақ, оны дамытсақ, біз дүниеге және өз-өзімізге ең үлкен сыйлық жасаймыз.